Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге менің әпкемнің ең сүйікті сметанник пирогының рецептісін ұсынамын. Қажетті құрамдар: қамырға 200 грамм маргарин, 1 дана жұмыртқа, 100 грамм қант, қопсытқыш, 2 стакан ұн. Ыдысымызға ерітілген маргаринімізді саламыз, оның үстіне жұмыртқа, қант және қопсытқыш саламыз. Және де жақсылап қасықпенен араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып, тағы да аз қасықпенен араластырамыз. Енді қолымызбенен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қолға жабысқақ болуы керек. Енді 30 минуттай демалттырамыз. 22 сантиметрлік формаға пергаментті салып, қамырды қолымызбенен осылай жайып шығамыз. Енді тағы да 10 минутқа қамырымызды демалтқызамыз. Салмасын жасаймыз. Сметана 20% керек, 4 жұмыртқа, қант қосамыз, 4 ас қасық, жақсылап араластырамыз. Енді ванилин қосамыз, және де 4 жұмыртқамызды қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызға салмасын құямыз. 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Енді піскен пирогымызды суытып аламыз. Әсемдейміз. Осы жолы мен әсемдік үшін мандарин және мятаны қолдандым. Астарыңыз дәмді болсын, тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Сіздерменен болған Наргиз.